Күніңіз кеулі һәм пайызлы өтсін деп көрсетуімізді давам еттіреміз. Соңғы уақытлары елімізде туризмді раважландыруға айрықша ітібар қаратылып, тілге түйек еткендей көплеген істердің әмелге асырылып атырғанлығын айқын сеземіз. Неге дегенде har жылы өлкемізге сырт елі һәм қоңсылас мемлекеттерден келіп атырған туристер менен меймандардың санының артып атырғанлығы пікірімізге мысал бола алады. Әлбетте, жастарымыз да өз нәубетінде осы туризм саласын раважландыруға өзлерінің азда болса үлесін қосып жатырғаны көзді қуандырады. Яғни олар арасынан елімізге келіп атырған туристердің қызығушылығын елде арттыру мақсатында әртүрлі компьютер бағдарламаларын ойлап тауып, интернет тармақларына жайластырып атырғанлығынан көруіміз мүмкін. Біз қазір сіздерге осындай компьютер бағдарламасы үстінде жұмыс алып барып атырған жастарымыздың біріменен таныстырамыз. Айгүл, сіз қазіргі уақытта нелерменен шұғыланып жатырсыз? Қазіргі уақытта мен мобиль телефонлар бағдарламалар істеп шығу бойынша Java тілін үйреніп атырман. Себебі бұл тіл жәрдемінде көплеген программалар істеп шығылып атырыпты. Теория жағын үйрендім, енді әмелі жағын үйренбекшімен. Жақында ғана филиалымызға сырт ел тәжірибесіне бай болған жастарымыз Атабек һәм Азиз Мұртазаевлар 10 күн давамында келіп сабақ өтті. Сол сабақта мен өзіме кереклі болған нәрселерді үйреніп алдым. Енді бұл тарау бойынша мен өзім көплеген жұмыслар алып бармақшымын. Қазіргі уақытта қандай бағдарламалар істеп шықтыңыз? Мен өткен оқу жылында туризмді раважландыру бойынша Қарақалпақ туризмі деп аталған веб-сайт істеп шықтым. Бұл сайтты істеп шығудан мақсат өзіміздің еліміздің тарихи жерлерін келіп атырған туристерге интернет арқылы таныстыру мақсатында. Бұл сайтымызда туристер мейманханалар, ауқатланатын жерлер, кафелер, ресторанлар, өзіміздің еліміздің тарихи жерлерін біліп алуға болады. Бұл сайтымыздың және бір абзаллық жері, бұл сайтымыз 3 тілде істеп шығылған. Рус тілінде, Қарақалпақ тілінде, һәмде инглиз тілінде. Сырт елден келген туристеріміз инглиз тілінде өзіне кереклі болған мағлұматларды өзлері алу мүмкіншілігі бар. Келің енді осы веб-сайттың имканиятларымен танысып шықсақ. Бұл веб-сайтымыздың имканиятлары кейінгіден ібарат. Бірінші болып біздерде бас бет, бұл жерде Қарақалпақстан Республикасы бойынша өзіне кереклі мағлұматларды алуға болады. Екіншісі бұл жаңалықлар, яғни кейінгі болған жаңалықларды көруге болады. Мысалы, мен қалегемне мейманхананы таңладым. Бұл жерде сол мейманхананың тарифлері менен танысуға болады. Яғни бір адамлық орын, 2 адамлық, 3 адамлық орынлардың бақалары менен танысып шығуға болады. Бұл жерде және онлайн ретінде бұйыртпа беруге болады. Сондай-ақ бұл мейманхананың телефонын, манзилін бұл жерден көріп, тез сол мейманханаға жетіп баруға болады. Және бұл сайтымызда тарихи естеліктер бөлімінде болса, бұл жерде Шылпық, Топырақ қала, Мыздақхан қала, Жұмарт қассап, Назылымхан сұлу, һәмде тағы басқа тарихи естеліктер жайласқан. Бұл жерде тарихи естеліктердің біріне кіріп көрсек, қай жерде жайласқанын көрсетеді, һәм сол жерге тезде жетіп баруға болады. Сондай-ақ бұл жерде көплеген суретлер һәм мағлұматлар келтіргенбіз. Кейінгі бөліміміз бұл жоллар хақында мағлұмат. Бұл бөлімді жаратқанымыздың мақсаты айрым бір туристлар өз транспорты менен келеді. Сол уақытта бұл туристлеріміз адаспау үшін тур жолды таңлап жетіп бару имканиятын береді. Кейінгі бөліміміз бұл музейлер. Яғни бұл бөлімде музейлер хақында мағлұматлар. Бұл бөлімде біздер музейлерді кірткенбіз, һәм сол музей хақында мағлұматлар, қай жерде жайласқанларын, телефонлары, манзиллері туристлеріміз көріп
сол жерге арқайын жетіп баруға болады. Осы орында жетістіктеріңіз хақында айтып берсеңіз. Оқу давамында көплеген таңдауларға қатнасып, жоғары нәтижелерге ерістім, һәм сыйлы орынларды алдым. Сырт ел конференцияларына қатнасып, сертификатлар алуына мясар болдым. Һәм жақында ғана үлкен бір қуанышлы хабар болды. Мен Мұхаммед Аль-Хорезми атындағы стипендианты болуына мясар болдым. Бұл стипендия мен үшін жүда бір алдындағы жұмысларыма һәм алдындағы мақсатларыма бір жол ашып берді. Өз үстімде ізденуді давам етемін. Алдағы режелеріңіз хақында айтып берсеңіз. Мен бұл веб-сайтымды еледе кеңейттіріп, мағлұматлар базасын жайғастырмақшыман. Және де бұл веб-сайтымның мобил версиясын істеп шығуды ниет етіп қойыппан.